Көміртектің аллотропиялық түр өзгерістері бар. Олар бір элементтің әртүрлі құрылымдағы түрлері. Алмаздың құрылымы өте берік кристалл тордан тұрады. Сондықтан ол өте қатты және мөлдір болады. Графит қабатты құрылымға ие. Қабаттары оңай сырғиды, сондықтан ол жұмсақ болады. Фуллерен молекуласы шар тәрізді болады. Оның құрылымы ерекше және заманауи технологияда қолданылады. Алмаз электр тоғын өткізбейді, бірақ өте қатты. Ал графит электр тоғын жақсы өткізеді және жұмсақ болады. Diamond is used in cutting tools. Graphite is used in pencils and electronics. Графен өте жұқа және берік материал. Ол болашақ технологияларда кеңінен қолданылуда. Қорытындылай келе, көміртектің түрлері құрылымы бойынша ерекшеленеді. Олардың қасиеттері мен қолданылуы да әртүрлі болады.